Мен Жабал ауылындағы Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектептің 9-шы Ә сыныбында оқимын. 3-ші сыныптан бері күрес секциясына қатысамын. Біздің сынып бірлік берекесі бар, жұдырықтай жұмылған, мектептегі ең тату сыныптардың бірі. Мектебіміз де аудандағы маңдайалды мектептердің бірі. Былай қарасаң, өмір сондай керемет. Бірақ кейде бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Сабақтағы басқа күндердің айырмасы жоқ. Әдеттегідей бір күнді өткізіп, бәріміз бірге сабақтан шықтық. Алдымда тоңпаңдап сыныптасым Даяна кетіп барады екен. Кенет маған бір ой сап ете қалды. Артқы жағынан келіп Даянаны көтеріп алдым да қарға қадай салдым. Зырқ ете қалды. Керемет нәтиже. Мен ойлағаннан да әдемі түсті. Бір сәтке кеудемді белгісіз бір мақтаныш сезімі билегендей болды да бұрылмастан кете бардым. Таңертең сабаққа келсек, Даяна келмепті. Бір кезде сынып жетекшіміз Тоғжан апай мен тәрбие ісінің меңгерушісі Сәдуақас ағай кіріп келді. Айтуларынша Даяна ауруханаға түсіп қалыпты. Ешқандай жаман ой болған жоқ еді, жай ғана қызық болып көрінген. Қап ұят-ай. Сабақтан кейін Даянаны көруге бардық. Апай дәрігерге жолығып Даянаның халін сұрастырды. Аллаға шүкір, бәрі жақсы екен. Егер жұлынына зақым келгенде өмір бойы жүре алмай қалуы мүмкін екен. Ойлаудың өзі қандай қорқынышты. Көңіліміз жайғасқан соң Даяна жатқан палатаға бардық. Қай уақытта келіп үлгергенін қайдам, жақын досы Аружан бізден бұрын жетіпті. Мен жасаған ағаттығыма өкініп, Даянадан шын жүректен кешірім сұрадым. Міне, Даяна да ауруханадан шықты. Бізде тағы бәріміз біргеміз. Апай бізді жұрт қызығарлықтай ынтымақшыл сынып болуға, татулық пен бірлікке шақырды. Достар, ағаттық аяқ астында демекші. Сәл болмағанда сыныптасымды жазым ете жаздадым. Ойын түбінен от шығады. Ойнағанда да абай болайықшы. Бұл оқиға бізге өмірлік сабақ болатын болды. Жасасын достық, жасасын бірлік, жасасын 9-шы Ә сынып.